Қалайсыздар? Бүгін осындай өте дәмді, керемет, хрустящий болып шығатын чикен жасадым. Дәмін татып, өзім в шоке болып жатырмын ғой. Және де соусты да өз қолыммен жасадым, ешқандай майонез емес. Қараңыздар. Өте дәмді ғой кәдімгідей. Ол үшін алдымен ұнға тұзымызды, паприкамызды, одан кейін специяларымызды, сушеный чесногымызды қоссаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Одан кейін 2 жұмыртқамызды саламыз, және де кішкене су құятын боламыз. 200 мл су құятын боламыз. Барлығын біркелкі етіп араластырамыз. Жақсылатып араластырамыз. Одан кейін жібіп тұрған филемізді осылай жіңішкелетіп кесіп аламыз. Ешқандай алдын ала маринаттамаймыз. Бірден осы дайындаған смесімізге салатын боламыз. Осындай сұйықтықта болады. Осыған салып, алдын ала қыздырылып тұрған майға қуырып алатын боламыз. Өте тез әрі өте оңай дайындалатын тағам. Кешкі асқа жасасаңыздар болады. Қайтадан ұнға паприка тұзымызды салып, бөлек ыдысқа араластырып дайындап қоямыз. Жаңағы етімізді осы ұнымызға аунатып қуыратын боламыз. Мінекей өте тез әрі оп-оңай дайын болатын тағам. Міндетті түрде жасап көріңіздер, күтірлік болып, өте дәмді болып шығады, ешқандай қиындығы жоқ. Үйдегі балаларыңызға жасап берсеңіздер болады. Ал соусына отдельно қиярымызды, жуамызды, чесногымызды салып, осылай блендерға езіп аламыз. 2 ас қасық немесе 1 ас қасық қаймаққа кішкене лимонның соғын қосып жіберіп, барлығын араластырсақ, өте дәмді тартар соусы пайда болады бізде. Міндетті түрде жасап көруіңіз керек. Өте дәмді болып шығады. Сіздермен болған Толқынның асханасы.